Бүгінгі видеода YouTube'дан табыс тауып отырған ютуберлерді көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем достар, бұл денсаулық үшін каналы. Бұдан мен табыс тауып жатырмын, яғни бұл менің каналым. Қазіргі уақытта YouTube'пен партнер болып табыс тауып отырмын. Келесі оңай каналы. Бұл жерде лайфхактар, қызықты психологиялық мәліметтер айтылады. Бұл да көріп тұрғаныңыздай табыс тауып отыр. Бұл керек арнасы. Қазіргі уақытта 750 подписчигі бар, просмотрлары миллионнан асады. Табыс тауып отыр. Просмотр арқылы үйде отырып мысалы табыс тауып отыр. Келесі канал бұл ерлер каналы, яғни уролог. Уролог бұл просмотр арқылы тауып отыр, және осы канал арқылы бұл кісіге клиенттер келіп отыр. Яғни екі жағдайда табыс тауып отыр. Бірінші просмотрмен, және екінші клиенттер осы YouTube арқылы келіп отыр. Қазіргі уақытта 120 000 подписчигі бар екен. Келесі бұл Жанна Төремұрат деген, бұл гинеколог. Әйелдерге арналған қазақша контент, яғни гинекологиялық туралы, әйелдердің аурулар туралы айту арқылы, яғни просмотрдан табыс тауып отыр. Және де бұл кісіде клиенттер, осы канал арқылы клиенттер келеді бұл кісіге. Қазіргі уақытта 105 000 подписчигі бар екен. Келесі ютубер Гүлжанат Нұрышева, оны білетін боларсыздар. 1 039 000 подписчик бар екен. Бұл кісі деген тек қана жай ғана тамақ пісіру арқылы, үйіндегілерін қуанту арқылы табыс тауып отыр. Яғни тамақ пісіріп, сол тамағын ютубқа салады. Ләззат Аязова, бұл кісі де тамақтарын ютубқа салу арқылы, видеоға түсіріп ютубқа салу арқылы табыс тауып отыр. Қазіргі уақытта 125 000 подписчигі бар екен. Супер келін Диана, бұл кісі де келіндік, яғни тамақ пісіру арқылы келіндік қызметін барлығын видеоға салып, әдемі етіп көрсету арқылы табыс тауып отыр, яғни үйде отырып. Мадина ханым да солай, керемет өзінің торттарымен бөлісіп, тәтті тағамдарымен бөлісу арқылы табыс тауып отыр. YouTube үлкен мүмкіншіліктер беріп отыр. Яғни бұл блогерлер, ютуберлердің барлығы YouTube'дан табыс тауып отыр. Просмотр арқылы, барлығы өз сүйікті ісімен айналысу арқылы. Яғни мысалға дәрігер болсаңыз, мұғалім болсаңыз, фудблогер, тамақ пісіруді жақсы білсеңіз, торт пісіру білсеңіз, немесе әртүрлі көп нәрсе, тоқыма білсеңіз, бисер білсеңіз, соның барлығын білгеніңізді халықпен бөліссеңіз, сол арқылы табыс табуға болады. Қолыңыздан ештеңе келмесе де обзор жасауға болады. Бір затқа мысалға обзор жасауға болады. Немесе интернеттен ақпарат алып, сол ақпаратты ютубта айтуға болады. Сол бар болған ең басты әрекет жасау керек. Ақпарат пайдалы болса, достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, және достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Ол каналдың дамуына пайдасын тигізеді. Сау болыңыздар.